Клара Дорфлиге келгелі бері Хайди үнемі қасынан табылды. Бүгін Клараның қасында болуым керек, Питер. Алайда Питер олардың достықтарына қызғанышпен қарады. Питер Хайдиді ағаш үйіне шақырады. Хайдидің Кларамен келе жатқанын көріп, Питер қатты ашуланды. Хайди мен Питер сөзге келісіп қалады. Ашуға булыққан Питер кетіп қалады. Бұл жағдай Клараның жанына қатты батты. Клара, жүріп келесің бе? Сөйтіп Клара алғаш рет өз бетімен жүре бастады. Кешіру. Қайырлы таң, Клара. Көңіл күйің қалай? Жақсы сияқты. Аяқтарым ауырмайды. Төмен түсуіңе көмектесейін бе? Жоқ, өз бетімен жүріп үйренуім керек. Өз бетіммен. Абайла. Қайырлы таң, ханым. Клара! Қайырлы таң, балапаным. Расымен де жүре алатыныңа сеналар емеспін. Білем, бірақ бұл ғажап қой, солай ма? Біраз күнде әкем мен әжем келеді. Олар көріп қатты қуанатын болды. Оның жағдайы жақсарып келеді, я ханым. Осының бәрі сенің арқан, Хайди. Сен нағыз адал доссың. Қане, жақсылап отырып таңғасымызды шейік. Бүгін тау бөктеріне барып ойнасақ бола ма? Ол жаққа бару менің арманым. Ол жайында үнемі әңгімелейтінбіз. Алқапта асыр сала жүгіреміз. Кешір, Клара, бірақ саған әлі ерте деп ойлаймын. Тауға бару үшін саған көп күш жинау керек. Біраз шыда. Ең болмаса бірнеше күн шыдашы, Клара. Содан кейін асыр сала ойнайтын боласың. Менің ойымша аратын Майя ханым дұрыс айтады, Клара. Айтпақшы, бүгін үлкен іс атқарамын деп едім ғой, есіңде ме? Питер! Бәлкім бүгін онымен бірге өріске барарсың. Биылғы жазда бар уақытыңды менімен бірге өткіздің. Бүгін жақсылап демал. Дәл солай, Аделайда. Саған демалыс керек. Хайди! Қайырлы таң. Көңіл күйің тамаша сияқты. Дәл солай. Енді Клара менімен бірге тауда асыр сала ойнайды. Сен оған көп көмектестің, Хайди. Мен сені мақтадым. Питерді көрмедіңіз бе? Жоқ, ол әлі келмеді. Тезірек келсе екен, бүгін Питермен бірге алқапқа барамын. Демек, достасайын дедің ғой. Я. Оның дұрыс болған. Кеше ол біраз дөрекілік танытты. Алайда оған еш ренжіген жоқпын. Бастысы сабасына түссе екен. Онымен жақсылап сөйлескенің дұрыс. Бірақ уайымдама. Сендер тез татуласасыңдар. Жарайды, мен барып көпірді жасайын. Питермен жақсылап сөйлес. Жоқ, Жозеф, сен осында қал. Рахмет, ата! Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Келе жатыр. Дорфлиге келдік. Қане апа, қолымнан ұстаңыз. Рахмет, балам. Хайди айтқан жұмаққа келген секілдіміз, апа. Жүреміз бе? Иә. Жолға шығамыз.
Әлі ренжіп жүрсің бе, Питер? Жоқ, ренжіп жүрген жоқпын. Әжеңе өтірік айтқан жақсы деп ойлаймысың, жігітім? Алайда досыңның басқа жанмен дос болып жүргенін көру қаншалықты ауыр екенін білем. Бірақ онымен достасуың керек. Әйтпесе одан мәңгілікке айырылып қаласың. Мен кетіп барамын, әже. Қыстақтағы ешкілерді жинауым керек. Әкең секілді бір беткейсің. Мына жер расымен ғажап екен. Хайдидің мұнда келуіне не үшін сонша асыққанын енді түсіндім. Клараға да ұнаған сияқты. Клара қызым бізді көріп таң қалатын болды. Хат жаза сала бірден жолға шыққанымызға түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Қайырлы күн. Қателеспесем, сен Хайдидің досы Питер боларсың. Иә? Біліп ем, ол сен туралы көп айтатын қыстақ бақташысы. Мен Клараның әжесімін, ал мына кісі Клараның әкесі. Қызымыз Кларамен танысқан шығарсың, а? Сесмін мырза, және ханым. Жақсы, демек біздің іздеп жүргеніміз сен болдың ғой. Осы бала. Бұзақ осы. Клараның мүгедек арбасын сындырған да осы. Ұстаңдар. Бері кел. Оңбаған. Бері кел, Питер. Питер? Бізге Хайди мен оның атасы қайда тұратынын көрсетіп жібересің бе? Өтінемін. Ол үшін ана жердегі бұрқаққа барыңыздар. Сол жерде қыстақ тұрғындарының тауға баратын жалғыз аяқ жолы бар. Сол жолмен жүрсеңіздер, тура атайдың үйіне барасыздар. Рахмет, Питер. Сенімен жақында тағы кездесеміз деп үміттендім. Мен де солай ойлаймын. Голфинч, ерке, кеттік. Бұлай қарай деймін. Питер, қайда барасың? Ешкілерді алқап қалып бармайсың ба? Кешіріңіз, Барбел, тек бүгін емес. Енді қалай қарай жүреміз деп ойлайсыз? Сәлеметсіздер бе? Сәлеметсіз бе? Сіздерге көмек керек пе? Біз Хайди мен оның атасын іздеп жүрміз. Олардың үйлерін қайдан табуға болатынын білесіз бе? Осы жерде жалғыз аяқ жол бар деп еді, бірақ шамасы атасып қалған секілдіміз. Сізге дұрыс бағыт бермеген ау шамасы. Айтып тұрғандарыңыз ескі жол. Ештеңе етпейді. Осы жолмен жүрсеңіздер, бірнеше минуттан соң жетесіздер. Көше аяқталған соң оңға бұрылыңыздар. Сосын мектепке, орманға дейін ешқайда бұрылмайсыздар. Рахмет, ханым. Жолыңыз болсын. Сіздердің де. Питердің бізге дұрыс емес бақты сілтегеніне таң қалып тұрмын. Ол бала қыстақты бес саусақтай білет деуші еді. Питер, сен бісің? Сен алқапқа кетті мекен десен? Кешіріңіз, әже, бірақ менің кетуім керек. Не болып қалды, Питер? Бір жағдай болды ма? Менің кетуім керек, әже. Кешірілмес күнә жасадым. Сондықтан бұл жерден кетем. Питер, тоқта. Ең болмаса анаңды күтсеңші. Кешіріңіз. Питер, кері қайт. О, жаратқан жар бола көр. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Осылай Аделайда, адымың үлкен болмасын. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Қызық,
Питер осы уақытқа дейін не істеп жүр екен? Кешігіп жатыр. Джозеф? Не болды? О! Эй, Хайди! Осы жер секілді, апа. Аз шыдасақ жетеміз. Ендеше тездетейік. Кішкентай періштелерімді көргім кеп барады. Рас па? Олар бүгін келеміз деп пе еді? Жоқ, кем дегенде 2 күннен кейін келетін шығар деп ойласам. Олардың келуіне ештеңе дайын емес. Олар Клараның жүргенін көргенде бәрін ұмытып кетеді. Қане, тосын сый жасауға дайындалайық. Жетіп қалдық, апа. Клара! Клара, қызым! Әке! Клара, бұл ғажап қой! Сен жүріпсің ғой! Ақыры жүрдім. Клара, кішкентай құлыным. Әжетай, сен олар емеспін. Жарайсың, қызым! Қане, қашан жүрдің? Мынау ғажап қой! Бәрін басынан бастап айтып берші! Ешқандай да ғажап емес, әке. Хайди қатал жаттықтырушы болды. Оған қоса таудың таза ауасы пайдасын тигізді. Кішкентай періштем, сенің бұл жасағаныңды қалай өте алам? Клараның жүруіне көмектескенің әлі де сен алмай тұрмын. Үлкен рахмет саған, Хайди. Осының бәрі Клараның еңбекқорлығының арқасы. Таудағы өмірге төселе бастағандайсыз, ханым. Кішкентай екі босақы сізді әбден шаршатқан болар. Ондай кездер болды, алайда Клараның жүргені бәрін ұмыттырып жіберді. Алатан қайда, Хайди? Ол кісімен танысып, алғыс айтқым келеді. Ол шаруасын атқаруға кетті. Түскі асқа келеді. Ол кісі аса маңызды көпір тұрғызып жатыр. Байқайым, Хайдидің атасы көңіліңізден шыққан ау. Демек, ол керемет адам. Голдфинч, Ерке, Питер. Не боп жатыр? Брижит, келдің бе? Меніңше бір жағдай боп қалды. Не, Питер қайда? Ешкілер не үшін далада жүр? Ол өзімен бірге тамақ алды да кешірілмес күнә жасадым деп үйден кетіп қалды. Ол қайда кеткенін айтпады ма? Ата, Сесмон мырза мен әжем келді. Олар Клараның жүргенін көрді. Қане? О, Майыр мырза, сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Сіз туралы көп естіген едім. Мырза, ханым. Клара қызымызға жасаған жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Түскі асымызды шейік, сорпа дайын болды. Жақсы болды. Қане, төрлетіңіз. Рахмет. Кіріңіз. Кешіріңіздер, қонақтарыңыз бар екенін білмеппін. Ештеңе етпейді, Бриджит. Жайша келдің бе? Аға, Хайди, таң атқалы Питер келмеді ме? Жоқ, онымен бірге алқапқа барамын деп көп күттім, бірақ ол ешкілерді алып кетуге келмеді. Кел, мұнда отыр, Бриджит. Не болып қалды? Ол апама кешірілмес күнә жасадым депті де. Үйден кетіп қалған көрінеді, аға. Біз оны қыстақта көрген едік. Өзіңіз айтқандай ол бірдеңеге алаңдаулы боп көрінді. Үйден қашатындай не бүлдірді екен? Уайымдама, Бриджит. Оны іздеп табамыз. Ол өзен маңындағы үңгірге жасырынғанды жақсы көретін, сонда барайын. Ал мен Питерге ештеңе болмағанына сенімді болу үшін құс жақты қарайым. Питерде бәрі жақсы екені анық. Ол тауды 5 саусағындай жақсы біледі. Ендеше сонда кездесеміз. Жарайды. Жолдарыңыз болсын. Балаңыздың тез арада табылатынына сенімдімін. Абайлап жүріңіз. Жолдарыңыз болсын. Тезірек кел. Питер! Питер! Питер!
Haydi. Sen osunda bol. Qani? Sen mınanı koruğun gerek. Клараның мүгедек арбасы? Ол мұнда қайдан келген? Питердің кешірілмес күнә дегені осы деп ойламайсыз ба? Иә, солай секілді. Бірақ не үшін, ата? Меніңше ол Клара екеуіңнің достықтарыңды қызғанады. Ал енді жасаған қылығы үшін ұялып жүрген секілді. Мен оны табуым керек, ата. Онымен сөйлесуім керек. Ағаш үйді көріп келсем бола ма? Сонда жасырынып отырған анық. Жақсы. Егер ол жақтан таппасаң бірден үйге қайтып кел. Мен көпір жақты қарайын. Бәлкім сол жақта жүрген шығар. Арбаны кейін алып барам. Питер! Питер! Осындасың ба? Істеген қылықтарым үшін кешірім сұраймын. Клараны осында алып келемін деп берген сертімді бұзғанымды білем. Бірақ бұлай болады деп ойламадым. Клараның мүгедек арбасын құзға лақтырғаныңды білем. Неге олай жасағаныңды да жақсы білем. Бірақ бұл қылығың үшін саған ренжімейтінімді айтқым келеді. Білесің бе, енді Клараға мүгедек арбаның қажеті жоқ. Ол жүре алады. Ол жүріп жүр. Мынаны Питер жасады деп ойлайсыз ба? Ол жақсы бала сияқты еді ғой. Өкінішке орай Питер жасады, Клара. Меніңше ол Хайдиді сағынып жүрген секілді. Дұрыс айтасыз, мырза. Біздің келе жатқанымызды көрген бала бізді жауапқа тартатын шығар деп ойлаған болар. Солай шығар. Өзен маңнан таба алмадым. Сіз ше, аға? Таба алдыңыз ба оны? Клара жүрді ме? Я! Мені кешірші, Хайди. О, Питер! Ақыры келгеніңе қуаныштымын. Неге олай жасадың? Сенмен сөйлесуге барғанмын. Бірақ Клара екеуің әңгімелесіп отыр екенсіңдер. Мүгедек арба есік алдында тұр екен. Сосын мен сені қайтару үшін Клараның кеткенін қаладым. Қиындыққа тап болғанымды түсініп, осында келдім. Үлкендер таба алмайтын жер осы ғана. Алаң болма, Питер. Олар саған түсіністікпен қарайды. Қайтадан дос боламыз ба? Дәл бұрынғыдай. Біз әрдайым дос боламыз, Хайди. Қазір үйге баруымыз керек. Апаң уайымдап отыр. Рас па? Бір жағдайдың болғаны анық. Сабаңызға түсіңіз, ханым. Хайди балаңызды табады. Роттенмайер ханым дұрыс айтады. Хайди ғажайыптар жасай алады. Неге екенін ойымнан кетер емес. Қараңыз, олар келе жатыр. Питер! Рахмет, Хайди. Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы, апа. Қашып кеткенім үшін кешірім сұраймын. Мүгедектер арбасын сындырған сен бе, Питер? Бұлай жасауға қалай дәтің барды? Берген тәрбиенің жемісі осы ма? Оның еш кінәсі жоқ. Кешірім сұраймын, Клара. Мен сені кешірем, Питер. Сенен Хайдиді тартып алдым. Егер жүре алатын болсам, демек ол сенің де арқаң. Солай емес пе? Клара дұрыс айтады. Айтшы, Клара, Хайди екеуің ертеңгі күннің батуын тамашалау үшін ағаш үйіме келе аласыңдар ма? Жақсы. Осының құрметіне жақсылап тұрып кешкі ас ішейік. Ыстық сорпаға қалай қарайсыңдар? О, тамаша. Жүріңдер. Жарайды, жүріңіздер. Үйге кірейік.
Қандай керемет көрініс. Айттым ғой, Клара, бұл керемет жер. Алқаптағы ең мықты көрініс. Тамаша көрініске тамсанған достар. Ағаш үй сертін тағы да бір қабылдаса қалай қарайсыңдар? Үшеуміз бірге. Рас па? Мен деме? Әрине. Рахмет, Питер. Қане, айтқанымның бәрін қайталаңдар. Біреулердің жаман сөзін тыңдамаймыз. Ағаш үйдің амандығын қорғаймыз. Бәріміз бірге дос боламыз. Өтірікті айтпаймыз. Қане, дугу-дугу-дугу-ду. Ендеше хайди, Клара, және мен біз үшін маңызды серт қабылдаймыз. Біреулердің жаман сөзін тыңдамаймыз, ағаш үйдің амандығын қорғаймыз.